Қазақ боксшысын Боратқа теңеп мазақ етпек болған еді, оңбай таяқ жеді. Біз бүгінгі видеода Жәнібектің өзін Боратқа теңеп желіге салып қойған қарсыласын қалайша жазалағандығы жайлы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін Әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Біз айтқалы отырған жекпе-жек 2019 жылы 17 тамызда ақш-тың Лос-Анджелес қаласында отандасымыз Жәнібек Әлімханұлы мен канадалық Стюарт Маклеллан арасында өткен болатын. Бұл Жәнібектің мансабындағы 7-ші жекпе-жек еді. Әлі тәжірибесі аздау ол 6 жекпе-жектің 2-уін ғана уақыттан бұрын жеңсе, 4-уін ұпай санымен жеңген екен. Соны есепке алды ма екен? Батырсынған Маклеллан жекпе-жек алдында Жәнібектің ашуына тию мақсатында әлеуметтік желіге мына суретті жариялайды. Бірақ ол бұл суретті жариялау арқылы тек Жәнібектің ғана емес, бүкіл қазақтың ашуына тигендігін сезбегенде болатын. Маклеллан деген Жәнібектің қарсыласы Жәнібекті ызаландырам деп жүріп бүкіл қазақты ашуландырып алды. Канадалық қарсыласым әлеуметтік желіде өзінің өнерін көрсетіп жатыр екен, көріп жатырмын. Көп жанкүйерлер жауап берсеш деп жауап күтіп жатыр, оны білемін. Бірақ мен өз өнерімді әлеуметтік желіде емес, рингте көрсетіп, рингте жауап беремін. From Almaty, Kazakhstan, Kazakhstyle, Janibek Alimkhanuli. Стюарт Маклелланға келетін болсақ, 32 жасар бұл боксшы осыған дейін 33 жекпе-жек өткізіп, оның 27-сінде жеңіске жеткен екен, 3 жеңілісі бар. Дегенмен рингте Жәнібекпен оңаша қалар сәтте Стюарттың өзіне деген сенімділігі жоғала бастағанда көрініп тұр. Жекпе-жек бастала сала отандасымыз соққыларына салмақ сала бастайды. Әдетте Жәнібек бірінші раундта асықпай бастайды. Бірақ бұл жолы ашулы екендігі көрініп тұр. 15-ші орында тұр. Сол Әлімханұлы тұр десе де болады. Демек, боксшы класында қыстыруда өзі Instagram парақшасында канадалықты жазалауға шақырған болатын. Стюарт Маклеллан қарсыласы. Ал Маклеллан болса Жәнібектің әр соққысынан соң басын шайқап бағуда. Жекке Жәнібек 60-ға жуық спарринг өткізді. Фредди Роучтың спорт нысанында дайындық өткізіп, 60-ар жақсы танымаған. Ол дегеніміздің қазақтың боксының мәртебесі артып, қазақтың керемет спарринг өткізіп өзін өте жақсы қырынан көрсеткен. Дәл осындай бір лас әдістерде үште қазіргі таңда 33 жекпе-жек өткізіп 27-сінде жеңіске жеткен боксшы. Бокс тілімен айтатын болсақ гейткипер. Дәл осындай боксшыларды Маклеллан қазір тіпті өз бұрышында отырудан бас тартып отыр. Бір жұмадан кейін Сергей Ковалев. Екінші раундта канадалық боксшы өзінің қисық соққыларымен шабуыл жасауға тырыса бастайды. Ал Жәнібек болса еш саспастан қарсыласын ауыр қарымта соққылармен жазалап отырады. Физподготовкасынан жақсылап өтіп, жалпама салмағында жақсылап осы және де Жәнібек қазір таңда асықсыз емес бар. Перкоттар өте жақсы өтуде. Бірінші мәрте байқап. Қалай дегенмен де Алла жазса, егерде осындай жылдан кеде бірінші қарсылас атануы да мүмкін. Тәжірибе қажет па? Үлкен тәжірибе қажет. Тіпті отандасымыз Маклелланды айызын қандырып сабау үшін ринг ортасына шақырады. Олимпиада ойындарында Қазақстан Раунд бітуіне санаулы секунд қалғанда Жәнібек өзінің сүйікті әдісіне салып, қарсыласын алдыңғы қолмен шабуылға шақырып, сол қолдың апперкотымен Стюартты жамбасқа отырғызады. жақсы қазір. Жеппе керемет. Міне дәл осы. Дегенмен Маклеллан да ер екен. Сол күйі отырып қалмай жекпе-жекті жалғастыруға ниет білдіреді. Болмайды. Иә. Қажетті не? Қарсыластың енді ешқайда қашпайтындығын сезген Жәнібек 3-ші раундта Маклелланға тұра ұмтылмай, керісінше оны ащы соққылармен шабай бастайды. Бүгінгі астың көтеріп атқан соққылары міне тіпті. Әр соққы тиген сайын канадалықтың іштей жылап жатқандығы анық.
Маклилан менің ойымша керісінше. Иә, расында Жанбек бүгінгі мынау жекпе-жекке ерекше дайындалған көрініп тұр. Себебі соққан бәрі доп тиіп жатыр, және де қорғаныстан нығым екі ортадағы арақашықтық жақсы сезініп жатыр. Біз де соған байланысты сергек отырмыз, көңіл-күйіміз де жақсы болып, міне көпшілігіміз демесе әзірше Маклилан үшін шеберлікпен қамтелмен жасалған соққылар байқап отырмыз. Бұл жігіттің орындауында керемет алға қарай көз қуантатын жағдай. Әлімханұлы шаршалаңның жұдырықтасуға шақырып отыр, тағы да апперкот. Бірінен соң бір. Ну, возможно, это связано с тем, что на днях Стюарт Маккеллан в своем... Жазалау соққылары 4-ші раундта да жалғасын табады. Маклеллан ара-тұра клинч жасап, жанталасы соққы жасауға тырысқаны болмаса, әзірше ештеме істей алар емес. Что Стюарт Маккеллан ничем не удивляет нашего Жанибека Алимханулла. Между прочим, до начала этого поединка победу Жанибека Алимханулла, но с оговоркой, что это будет полное 10-летие ведения боя. Мне что-то подсказывает, что будет, скорее всего, нокаут, либо технический нокаут. Потому в карьере отправляли в нокаут. У него 3 поражения при 27 победах и только лишь одно поражение нокаутом канадца. Напомню, что сегодня в студии работает Мадиев Затай Абдрахманов. Видно улучшение и прогресс с каждым поединком. Мне кажется, все-таки, что переведение бокса, казахскую школу бокса, и как раз таки сейчас Жанибек Алимханулла хороший добавил, скажем так, в этот стиль ведения боя. Да, прекрасно видит все удары Жанибек со стороны Стюарта Маккеллана. Бесінші раундқа да келіп қалдық. Қарсылас тиісті жазасын алды деп есептеген болу керек. Жәнібек 5-ші раундта қарқынды үдетіп, канадалықтың есін жиғызбай шабуылдай бастайды. Әзірше қарындыштан тұрып, шабуыл ұйымдастырғанын көріп тұрған жоқ. Жігіт түсініп отыр әрине. Мүмкіншілігі дәл. Өте жақсы. Шеберлік деңгейлерін салыстыруға келмейді әрине. Біраз орындап үлгерді. Раундтар арасы барысында Маклилан ақта берді соққан. Өте жақсы. Раунд соңына қарай отандасымыз тура сол 2-ші раундтағы комбинациямен қарсыласын сұлап түсіреді. Дәл осылай 15-ке кіретін Жанибектен рейтингте жоғары тұрған спортшыларды жеңіске жету керек. Маклеллан дегенмен бұл жолы да орыннан көтеріледі. Бірақ Жанибектің енді оны босатпайтындығы анық еді. Канадалық боксшыны рефери аман алып қалады. Тоқтатады ма рефери бұл жерде? Міне достар, Жанибек өзін боратқа теңеген боксшының жазасын осылай берген болатын. Жекпе-жек аяқтала сала Маклеллан өз аяғымен отандасымызға келіп кешірім сұрап, суретті тек қызық үшін салғандығын, бүкіл қазақты ренжітіп аламын деп ойламағандығын айтқан екен. Маклелланды әдем деп жазаладық, жазасын бердік. Жекпе-жек біткен соң Стюарт өзі біздің қасымызға келіп, сурет үшін кешірім сұрайын, бұл жай ғана сенің ызаңды келтірейін деген ойым еді, бірақ бүкіл елді ашуландырып алған білем, түсіндім деп бізден келіп бір кешірім сұрады, түсінді, сыйластығын білдірді, өзінің әлеуметтік желісіне үлкен құрметпен Жанибекке деген жылы лебізін жазды. Достар, видео ұнаса міндетті түрде лайк басып қолдай кетіңіздер. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.